өз тамағыңмен кіруге болмайды деген мұндай белгілер қазіргі таңда қаланың көптеген жерлерінде, соның ішінде жаңағы кафе, ресторанды қоспағанда кинотеатрлардың, аквапарктердің, сонымен қатар компьютерлік және PlayStation клубтарының кіреберіс жерлерінде алдында, яғни іліну тұрады. Алайда бұндай кәсіпкерлердің бұндай талаптары заңға қайшы болып табылады. Ол қандай себептерден? Яғни Қазақстан Республикасының Конституциясының 26 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының азаматтары кез келген заңды түрде сатып алынған мүлікті иеленуге, пайдалануға және оған билік етуге құқылы деп, яғни нақты көрсетілген. Сол себептен бұл заңнан түйінді жасайтынымыз ол, яғни кез келген азамат заңмен тыйым салмаған, заңмен шектелмеген кез келген нәрсені өзімен бірге алып жүруге құқылы. Енді әрине түсінікті, ресторан, кафеге барған жағдайда, яғни өз тамағыңызды алуға болмайды деп, яғни тыйым салып жатады. Бірақ та бұның басқа астары бар. Өйткені Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 10 бабының 6 тармағында нақты көрсетілген. Кез келген тұтынушы ол, яғни өз еркімен өзі қалаған тауарды немесе қандай да бір қызметті пайдалануға құқылы деген. Сонымен қатар бұндай норма Қазақстан Республикасының, яғни тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңының 8 бабында да қарастырылған. Яғни кез келген азамат өзінің еркі бойынша кез келген тауарды таңдауға немесе қандай да бір қызметті пайдалануға құқығы бар деп көрсетілген. Ал енді жаңағы кафе, ресторан болсын, басқа да ойын-сауық орталықтары болсын, олар былайша айтқанда сізге тамақты алып кірмеуге тыйым салу арқылы жанама түрде сізде оның өз тауарын алуға мәжбүрлейді. Бұл сонымен қатар, бұл жерде айта кететін мәселе, сонымен қатар бұл жоқсыз бәсекелестікке де жол ашады. Яғни орысша айтатын болсақ, недобросовестная конкуренция дейді. Яғни бұнда былайша айтқан кезде, егерде осындай заңсыз әрекеттер орын алып жатқан кезде, кез келген азамат, яғни құқық қорғау органдарына жүгіну арқылы жаңағы жоқсыз бәсекелестік мәселесі бойынша, яғни әкімшілік жазаға тартуға да болады. Өйткені ол өзінің іс-әрекетімен менің ғана товарымды алам деп тұр, аласыз, а басқа товарға жол жоқ деп тұр. Бұл былайша айтқанда жаңағы бәсекелестіктің ең бірінші қағидаларында бұзады.